Он беспризорный был, этот ребенок, и она его включила на меня. За это надо было убивать. Вам не стыдно? Вам не стыдно? 2019 жылдың соңы Ресейдің Хабаровск қаласында 80 жасар Қанішер кемпірдің сот отырысы өтті. София Жукова деген қарт кісі барлық құрбандарын балтамен майдалап өлтірген. Мәйіттердің денесін пакеттерге салып қоқыс жәшігіне тастаған. Қанішер кемпір қара күшті, ер адамдардан қалыспайтын мықты әйел болған. София Жукова 3 адамды аса жауыздықпен аяусыз өлтірген. Ол өзінің құрбандарын бар болғаны шулаған үшін, оның мазасын алған үшін ғана аса қатыгездікпен өлтірген. Сонымен қатар, сот отырысында жалмауыз кемпір қаза болған адамдардың жақындарына күліп, мазақ еткен. Ол өз қылмыстарына еш өкінбеген. Бұл видеода әлемді шулатқан Қанішер кемпірдің қылмысы жайлы айтып беремін. Оқиғаны тыңдамастан бұрын менің каналымды 1000 оқырманға жеткізуге үлесіңді қос. Лайк ұмытпа. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен Софияның балалық шағына шолу жасайық. Мүмкін оның қатыгездігі бала кезінен бастау алған шығар. София Жукова 1939 жылы Нижний Новгород облысының бір ауылында дүниеге келген. Оның балалық шағы Ұлы Отан соғысымен тұспа-тұс келді. Әкесі соғыста, ал анасы қарапайым жұмысшы болды. Софияның тәрбиесіне ешкім көңіл бөлмеді. Ол бар болғаны 2 сынып оқыды. Оның білімі жоқ, оқу жазуды әрең меңгерген еді. Бала кезінен қара жұмысты істеп өсті. Қысқасы, оның балалық шағы өте ауыр болды. Осының бәрі оның болашақ өмірінен айтарлықтай жақсы көрініс берген жоқ. 20 жасында Хабаровск қаласына қоныс аударды. Қаланың шетіндегі Березовка ауылына тұрақтады. Білімі жоқ Софияның шошқа фермасына жұмысқа тұрудан басқа амалы болған жоқ. София ер әріптестерімен бірдей жұмыс жасаған. Оның мықтылығына, күшіне көбісі таңғалатын. Жұмыстың ауырлығына қарамастан София осы жерде зейнет жасына дейін қызмет жасады. Жаман мінезі мен ұсқынсыз келбетіне қарамастан тұрмысқа шығып, 2 ұлды дүниеге әкелген. 2005 жылы Жукованың күйеуі қайтыс болды. Көршілердің айтуы бойынша, осы жайттан кейін оның мінезі өзгеріп, ашушаң, ұрысқақ әйелге айналған. Әсіресе, оны аулада ойнап жүретін балалар қатты ашуландыратын. Егер шулауды қоймасаңдар, бастарыңды шауып тастаймын деп айғайлайтын. Әрине, бұл сөздерге ешкім мән бермеген еді. Бірақ София көп ұзамай осы сөзін іспен дәлелдейді. 2005 жылдың желтоқсан айы. Жаңа жылға бірнеше апта қалғанда 8 жасар Настя құрбысымен мектептен қайтып келе жатқан. Березовка кішкентай ауыл. Сондықтан қыздар үйлеріне тез жетті. Екеуі қоштасып подъездеріне кіріп кетеді. Алайда Настя пәтеріне жете алмаған. Оны соңғы рет сыныптасы көрген. Ауыл болып іздеді. Тергеулердің бірінде Настяның құрбысы дәл сол күні қыздың артынан София әжейдің кіргенін көрген. Жукованы бірден тергеу бөліміне шақырған. Ол өзінің қыздың артынан кіргенін мойындайды, бірақ қызды біреу шақырып подъезден шығып кетеді деген. Тергеушілер зейнеткердің сөзіне сеніп еш күмәнсіз босатып жіберді. 2 апта өткен соң Настяның өлі денесі табылды. Нақтырақ айтсақ, дене бөлшектері пакеттердің ішінде қоқыс тастайтын жерде. Березовканың бір тұрғыны жолда келе жатып бір пакетті көрген. Ет қалдықтары деген оймен өзінің еттеріне беруге пакетті үйге алып кеткен. Үйге келген пакетті ашқанда адамның бөлшектері екенін байқаған ол бірден полицияға звондаған. Шынында Настяның анасы осы дене бөлшектерінің Настяның екендігін растайды. Бұл сұмдық оқиға Березовканы ғана емес, бүкіл Ресейді дүр сілкіндірді. София Жукова болса, бостандықта қалып келесі қылмысын 8 жылдан кейін бірақ жасайды. 2013 жыл. Аяусыз өлтірілген қыз баланың оқиғасынан кейін Березовка ауылы әдеттегі өміріне келе бастайды. София Жуковаға 77 жастағы Анастасия Михеева деген құрбысы қонаққа келеді. Ол пәтерін сатып Мәскеуге көшу керек болған. Негізінде ол құжаттар дайын болғанша құрбысының үйінде бола тұруын сұраған. Көп ұзамай Анастасия жоғалып кетті. Мәскеуде күтіп отырған қызы анасын хабарсыз жоқ болғанына дабыл қаққан. Михееваны ең соңғы көрген адам пошташы болған. Ол 2 кемпірге зейнетақысын табыстауға келген. Бұл жолы да София Жукова оңай құтылды. Оның пәтерін тінту кезінде Анастасия Михееваның қан іздері табылады. Жукованың бұған жауабы:
Бұл қан іздері Михеева мен кішігірім жанжал болғанын, соның себебінен қан қысымы көтеріліп, мұрнынан қан кеткенін айтқан. Ол ұрыстан кейін заттарын жинап үйден кетіп қалды. Ал Михееваның жоғалып кеткеніне ешқандай қатысым жоқ деп тергеушілерді алдап соғады. Олардың София Жуковаға қарсы айғақтары болмағандықтан еш кінә арта алмады. Арада 6 жыл өткеннен кейін Хабаровскідегі қанішер кемпір тағы да атышулы қылмыс жасады. Бұл оның 3-ші қылмысы болды. 2019 жыл қаңтар айы. София Жукованың көршілері бірнеше күн қатарынан ауыр соққылар мен ер адамның қиналған дауыстарын естіді. Жергілікті аула сыпырушы Василий Шляхтичті бірге тұрып жүрген әйелі үйден қуып шығады. Оның барар жері болмаған. Сол себепті Жуковамен келісімге отырып, оның бір бөлмесін жалдап тұрады. Шамамен бір ай өткен соң аула сыпырушы жоқ болып кетті. Ал оның телефоны өшірулі. Көп ұзамай сол маңдағы мектеп оқушылары қоқыс жәшігінің қасынан адам қалдықтарын тапқан. Дала иттері адам қолдарын мүжіп жатқан. Қалған дене бөлшектері қоқыс жәшігінен табылған. Бұл жолы Жукова құтыла алмады. Оны бірден тергеу бөлімшесіне алып кетеді. Істің мән-жайын ара-жігін анықтау үшін. Тергеу барысында кемпірдің үйінен балта табылған. Онда Василий Шляхтичтің қан іздері болған. Көршілердің сөзінше дәл сол түні ауыр соққымен қыңсылаған дыбыс басылған соң, София кемпірдің ауыр қаптармен қоқыс жәшігіне бара жатқанын көрген еді. Тергеу барысында София Жукова өз кінәсін мойындамады. Ол бұл қылмыстан да әдеттегідей мен ол кезде ет шаптым және ол аула сыпырушының қайда екенін білмедім деді. Бірақ бұл жауаппен ешкімді сендіре алмайтынын білген соң, ол ішіп келіп мені зорламақшы болды, мен тек қорғандым деп ақталды. Тергеу барысында Василий Шляхтичтің қан іздерінен басқа линолеум астындағы құрбысы Михееваның қан іздері табылды. Ол аздай шкаф сөрелерінен адам қалдықтары да болған. Осылайша Ресейдің ең қатыгез қанішер кемпіріне сот тағайындалды. Еске салсақ, София Жукованың соңғы қылмыс кезінде оның жасы 80 жаста еді. Алғашында Софияның мойнына тек 57 жастағы Василийдің өліміне кінә артқан сот, кейіндеу басқа да адамдардың өліміне Жукованың кінәлі екеніне көз жеткізген. София түрмеде жанындағы бірге отырған достарымен достасып үлгерген. Тіптен Сонька Сиплая деген лақап атына ие болған. Өзімен бірге камерада отырған адамдарға өзінің құрбысын қалай өлтіргенін ашық баяндап берген. Өлтіру себебі бар болғаны құрбымның қырсық мінезі, менмендігі деп айтып берген. Ең қорқыныштысы, 8 жасар қыз баланы аяусыз қалай өлтіргенін де ашық баяндады. Бұл жердегі себеп, жауыз қанішерге қыз баланың қатты күліп шулағаны жақпаған. Ашуланған кемпір қызды үйіне жұлқылап апарып, бірден аяусыз балтамен шауып өлтірген. Ол аздай дене бөлшектерін бірнеше бөлікке балталап бөлген. Бұл қалдықтарды балконнан лақтыра салған. Дала иттері сол қалдықтарды алып кетеді деп болжаған. Софияның бұл әңгімелері бірден тергеушілердің құлағына жеткен. Сотта София Жукова бірде қылмысты мойындайтын, бірде мойындамады. Психиатрлар болса Жукованың ешқандай ақаусыз саналы адам екенін айқындаған және істеген іс-әрекеттерін барлығын біліп тұрғанын дәлелдей алды. Таңғалатыны, София сот отырысында өзін бір түрлі ұстады. Ол куәгерлерге үндеріңді өшірмесеңдер бастарыңды шауып тастаймын деп айқайлады. Ал куәгерлер өлген адамдар жайында сөйлей бастағанда Софияның көңіл күйі көтеріле бастады. Есі ауысқан адамдай даусын шығарып айқайлап күліп отырды. Десек те, кәрі қанішер сот шешімін сол күйі естімеді. 2020 жылдың желтоқсан айында София Жукова коронавирустан 81 жасында қайтыс болды. Жазадан оңай құтылды ма жоқ па, пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіздер.